әнші Димаш Құдайберген магистрлік диссертация қорғады. Танымал әнші ең жоғары балл алды. Қазақ ұлттық өнер университетінің магистратурасында білім алған өнер иесі магистрлік диссертациясы дәстүрлі музыка өкілдеріне арнаған. 18 мамырда Қазақ ұлттық өнер университетінде Димаш Құдайберген дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерінің тұлғалық бейнесі тақырыбындағы магистрлік диссертациясын қорғады. Коронавирус инфекциясының қаупіне байланысты емтиханды қашықтықтан тапсыруына тура келді. Композиция мамандығының магистранты ең жоғарғы балл алды, 100 балл деп атап өтілген. Сонымен қатар университет Димаш Құдайбергенді енді докторантураға шақырды. Барлығымызға белгілі, Димаш композитор және көп аспапты жетік меңгерген. Енді бүгіннен бастап 8 қырлы бір сырлы өнер иесі магистр атанды.